Қайырлы күн, бүгінгі біздің айдарымызда Шайкеевтер отбасы. Бүгін біз сіздерге жіліктің түрлері және табақты қалай жасалатынын көрсететін боламыз. Ал өзі біз қазақ деген ел енді қонақ күтіп, қонақты құдайындай сыйлаған еліміз ғой. Оған мал сойылып, оған кәде тартылады, әр табақ тартылады. Мысалға мал сойғанда малдың 12 жілігі болады. Бұл жіліктерді артқы аяғында жамбас, ортан жілік және асықты жілік. Екі артқы аяғымен сонда 6 жілік болады артқы аяқтарында. Алдыңғы аяғында тағы да 3 жілік. Кәрі жілік, тоқалай жілік және жауырын болып. Олар да екі-екеуден болып келеді. Мысалға ең кәделі сүйек бұл жерде жамбас. Мысалға құдаға, үлкен кісіге, сол кісілерге тартылады. Бұл жамбастың қасына міндетті түрде кәрі жілік салады. Кәрі жілікті өйткені жастарға бермеген, жастар отырып қалады деген бір не бар, ырым бар. Соған байланысты кәрі жілікті үлкен кісілерге тартқан. Одан кейінгі кәделі жілік ортан жілік. Ортан жілікті екінші табаққа салады. Одан кейінгі кәделі жілік асықты жілік. Асықты жілік. Одан кейін тоқалайды салады. Тоқпан жіліктер. Одан кейін жауырын салады. Және ол жіліктердің қасына табаққа, мысалға малда 12 омыртқа, сабақты омыртқа болады. 6 мойын омыртқа болады. 6 бел омыртқа болады. Соларды жіліктердің қасына қосып салады. Қойда тағы да сүбе болады. Ол сүбе деген ішкі қабырғаның еттері өте дәмді ет. Ол сүбені де 12-ге бөліп сол табақтарға салады. Сосын қойдың құйрығын тартады табаққа қосып. Ал енді мынарды сойылған үлкен мал, жылқы малы. Бұл жерде жылқы малының жіліктері өте үлкен болып келеді. Сол үшін де оларды шабады. Мысалға жамбасты 4-ге бөлуі мүмкін. Ортан жілікті 2-ге бөліп жілігін айырады балтамен шауып. Сөйтіп табаққа тартылады бұл жерде. Жылқыда сүбенің орнына қазы болады. Сүбені шекке тығып қазы айналдырамыз. Сосын жылқының мына қарта, мына жерде қарта дейді, мынаны қарын дейді. Осыларды табаққа қосып тартамыз. Қойда құйрық тартатын ек қой. Жылқыда мына қартасын, қарын қосып тартамыз. Енді басқа келетін болса қойдың басын, төбесін 4-ге бөліп, жаңағы крестеп тіліп, 4 құбылаң тең болсын деп, бірінші басты ең бірінші тартады да, ал үлкен малдарда басын шекені жарады, 2-ге бөледі. Сөйтіп бір шеке алып тартады. Міне осы табақ тартудың әдісі. Енді мынарда бас табақ, жамбастың бір ұршығы. Осы жамбасты саламыз. Бұған міне етін саламыз. Етін салдық. Міне қабырға саламыз. Қабырға бір жанында 12 қабырға болады. Сонда 24 қабырға болады малда. Енді міне қартасын саламыз. Қарнын саламыз. Қазы. Қойда қазы болмайды. Не болады дедім? Сүбе болады. Солса қазыдан саламыз. Міне өйстіп үлкен кісілерге тартамыз. Жамбастың қасына тағы бір жілік қосып жіберуге болады. Тоқалай жілікті қосып жіберуге. Мынау бас табақ болып кетеді. Екінші табаққа ортан жілік саламыз. Жамбастан кейінгі кәделі сүйек ортан жілік міне. Оған да сөйтіп етін саламыз. Қабырғасын саламыз. Жаңағыдай қартасын, қарнын салып, қазысын саламыз. Мынау екінші табақ болып кетеді. Үшінші табаққа келесі жілік, ортан жілікті аламыз. Кәделі жілік бұл да асықты жілік деген. Оған да етін қосамыз. Қабырғасын саламыз. Қарны, қартасы, қазысы. Міне осы
осы темппен жібере береміз. Төртінші табақ. Бұған да бір жілік басын аламыз. Мысалға қалай жілік дейміз. Қарын, қабырғасын. Бірінші табақ жамбасы бар. Так, қартасын саламыз. Етін саламыз. Өйстіп жіліктерді бөліп сала береміз. Осылай жібере береміз.